Пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келген кездегі қилы-қилы уақиғалар. Мына дүниедегі ең үлкен оқиға пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келу оқиғасы екені даусыз. Әзіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Алла тарапынан елшілік міндеті жүктелгенде, оны басқа пайғамбарлар сияқты белгілі бір топпен ғана шектемеген. Мұхаммед пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, күллі жаратылыстың пайғамбары ретінде жіберілген. Сондықтан ол дүние есігін ашқанда әлемде қилы-қилы құбылыстардың болуы заңды. Санасының саңлауы барлар мұнан ғибрат алып ойланса керекті. Сол түні ерекше бір жұлдыз туды. Яһудилер арасында ғалымдар көп болатын. Олар Алланың берген ілімімен қаруланып, небір нәрселерді алдын ала болжап қоятын. Жұлдыздарға қарап бал ашуда да алдарына жан салмайтын. Соңғы пайғамбардың келетін жөніндегі мағлұматтарды да көктен түскен кітаптарынан оқып білгенді. Оның ерекше белгілері де соларға мәлім. Тек бір ғана беймәлім дүние ақыр заман пайғамбарының қашан туылатындығы. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам туылған сәттегі табиғат құбылыстарын, аспандағы ерекше жұлдыздың пайда болуын яһудилер көрмей қалған жоқ әрине. Мәшһүр шайыр Хассан ибн Сабит бұл жайтты былайша түсіндіреді. Мен 7-8 жасар бала едім ол кезде. Бірде таңертемен яһудилер деген дауыстан шошып ояндым. Айғайдың қатты шыққандығы соншалық ел-жұрт төсектен тұрған бойы әлгі айқайшының маңына жиналып қалды. Бүгін түнде Ахметтің жұлдызы туды, яғни ол өткен түнде өмірге келді, деді ол, көпшілікке барлай қараған күйі. Жиналғандар дабырласып кетті. Ибн Сағыттан жеткен мәлімет төмендегіше сыр шертеді. Меккеде бір яһуди тұратын. Алланың соңғы елшісі туылған күннің ертеңінде құрайыштықтарды жинап, бүгін руларыңда ұл бала дүниеге келді ме деп сұрады. Құрайыштықтар бір-біріне қарасты. Сонан соң, білмейміз, естіген жоқпыз, деді бәрі бір ауыздан. Олай болса барып сұрастырыңдар. Бұл үмбеттің пайғамбары бүгін түнде дүниеге келді. Арқасында ерекше белгісі бар, деді яһуди. Құрайыштар сұрастыра келіп көрген білгендерін әлгі яһудиге жеткізді. Өткен түнді Әбділмүтәліптің марқұм ұлы Абдулланың жесірі Әмина босаныпты. Баланың арқасында белгісі бар екен. Яһуди мұны ести сала жаңа туылған шарананы барып көрді. Көрді де, есінен айырылған адамша отырған жерінде жар салды. Пайғамбарлық Исраил әулетінен кетті, Құрайыштықтарға жетті, Құрайыштың даңқасып, батыс пен шығысты жайлайтыны рас болды. Осы шақта көк жүзіндегі самсаған жұлдыздар ардақты Алла елшісінің келгеніне масаттанып тұрды. Мәдинадағы Кисра сарайында тірек бағандар құлап жермен-жексен болды. Пайғамбар жарық дүниеге көзін ашқан сәтте терең ұйқы құшағында жатқан Иранның Мәдиян қаласының тұрғындары құлақ тұндырарлық тарсыл-гүрсілден оянды. Қала билеушісі Кисрада, қала халқы да көшеге босып кетті. Кисраның зәулім сарайының сәулетіне сән қосқан 14 тірек бағаны өз-өзінен қирап қалғанды. Таңды көзбен атырған Кисра ертемен мемлекеттегі діни басшыларды шақырып жиналыс ашты. Мәселе кенеттен бастарына келген апаттың мәнін ашу. Кисра әдеттегі тәжін киіп, тағына жайғасуы мұң екен, салтатты біреу шауып келген күйі оның қолына хат ұстатты. Әкелген хабары суыт, отқа табынушылардың мыңдаған жылдардан бері жанып тұрған алауы сөнгендігі жазылыпты. Бұл мәлімет Кисраның қаупін күшейте түсті. Осылайша аңтарылып тұрғанда мәжіліске Иранның бас қазысы Мубазан бірнеше күн бұрын көрген түсін айтып сарнай жөнелді. Түсімде аузынан ақ көбік атылған 100 шақты түйенің Дижла өзенінен өткенін, оларды бастаған ауыздығымен алысқан араб аттарының да судан емін-еркін өтіп, Иран жеріне жайылғанын көрдім. Кисра әрдайым дұрыс сөйлейтін, әділдігімен аты шыққан Мубаззанның бұл түсінде жақсылыққа жори алмады. Қалш-қалш етіп, Мубазанға қарап, сенің ойыңша бұл ненің белгісі, деді. Басқазы қысқа қайырды. Арабтар тарапынан маңызды өзгерістер болатынға ұқсайды. Кисра апыл-ғұпыл Хира әкімі Нұғман ибн Мунзирге былай деп хат жазды. Ғалымдарының ішіндегі ең білгірін маған тез жолда.
Хаттала салысымен Нұғман мәселесінің маңыздылығын ұқты да, Әбдүлмәсих пен Амр есімді данышпанын Мәдинаға жіберді. Кисра көріпкелдерді ерекше ілтипатпен қабылдап, болған уақиғаларды рет-ретімен баяндап берді. Жылдам болжам жасауын өтінді. Әбдүлмәсих нақты жауап бере алмайтынын айтып, Шамға жақын маңда Жәбия деген жерде тұратын нағашы ағам Сатықтың көрігендігіне көп куә болдым. Содан ақыл сұрасақ қайтеді деп ойын білдіреді. Мәдиян билеушісі Әбдүлмәсихті Сатыққа жұмсайды. Шамның мәшһүр көріпкелі Сатық әбден қартайған, денесі тек еттен жаратылғандай екі бүктеліп, бет-аузы жымырайған, ұсқынсыз кейіпті сәуегей еді. Үнемі шалқасынан жататында қоятын. Бір жерге апару қажет болса, құдды бір затты бүктегендей белінен екі бүктеген күй көтеріп апаратын. Ғайыптан берген хабарлары көбінесе дұрыс шығып, адамдарды аузына қаратқан көріп келеді. Әбдүлмәсих тау тастасып, нағашысына келіп жетеді. Сатық ауыр науқастанып, жолаушының сәлемін алуға да жарамай жатқан. Қинала ыңғылдап жатқан ол, Әбдүлмәсих болған жайды баяндай бастағанда өзгеріп сала берді. Өлім аузында жатқан Сатық көздерін бақырайта ашып, ажалмен арпалысын ұмытқандай бар даусымен айғайға басты. «Уа Әбдүлмәсих, мұнан былай Алланың уақиы көбейеді. Сәмауаны су басып, парсылардың оты сөнді. Уақыт пен кеңістікте билігін жүргізген нағыз Тәңірдің қалауымен соңғы пайғамбар келді дүниеге. Сонымен пайғамбарлықтың ақырғы нүктесі қойылды». Терең тыныстап, сөзін ары қарай жалғады. «Сасанилер арасынан құлаған қорғанның санына тең билеуші шығады. Содан соң билікте ыдырайды, ақиқат үкімдер шығарыла бастайды. Әрине оның шығарушысы да ақиқатты көрсетушілер болады». Осылай деді де Сатық мәңгілікке көзін жұмды. Атақты көріпкел ақырзаман пайғамбардың келгенінен хабардар етті. Тарих Сатықтың жорамалдарының дұрыстығына куә болды. Иран мемлекеті 67 жылға созылған 14 билеушінің басшылығынан соң соңғы пайғамбардың дінін қабылдап, мұсылман атанады. Сөйтіп, маздеизмнің қараңғылығын сейілтеді. Үшінші, Қағба маңындағы бұттар құлады. Құрайыштықтар арасында да Аллаға ортақ қосушы мүшриктер аз емес еді. Олар Алланың үйі Қағбаның маңын қолдан жасалған бұттармен толтырып, соларға табынып әлік болып жататын. Таухидтың таратушысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туылған сәтте, осынау ұлы оқиғаның күшіне төтеп бере алмай, қорғасынан құйылған пұттардың көбі құлап қирайды. Өмірге енді ғана келген тұғырлы тұлға Мұхаммед, Аллахтың оған игілігімен сәлемі болсын, келешекте таухидке, яғни Алланың бірлігіне шақырып, көп тәңірліктен, қараңғылықтан құтқаратынның дәлеледі бұл. Алайда Алланың айтуымен болған ғибратты оқиғаның астарына үңіле алмағандар жетерлік еді. Бүкіл әлем иман байрағын жоғары ұстаған, көңілдеріне нұр қондырған ардақты Алла елшісінің адал жолының куәсі болды. Ол Қағбаны жансыз пұттардан тазартып қана қоймай, көңілдердегі пұттарды да жыға білді. Мыңдаған жылдардан бергі алаулап жанған мәжусилердің отқа табынушылардың оты сөнді. Мәжусилер қашаннан да отқа табынатын. От олардың қасиетті тәңірі саналатын. Мұхаммед пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын дүниеге келген сәтте мәңгі өшпес деп есептеліп келген алау бір мезетте сөнді. Демек, дүниеге көзін ашқан ұлы тұлға пұтқа табынушылық сияқты отқа табынуды да жойып, жер жүзін таухид сенімімен шұғылаландырмақ.